Assalamualaikum dostlar. Бүгінгі видеомызда Toyota Alphard автокөлігі. Соның тачкасын ауыстыратын боламыз. Соны енді көріңіздер. Сіз көрсетіп кетемін. Мінекей жалпы 3 куб. Коллектордың астында тұрады. Бұл жерде және газы бар. Шешіп бастап қойдық енді. Мына жерде қатырып тұрады. Шешіп қойсақ кішкене көрініп тұрады. Қазір заслонкасын шешетін боламыз. Ары қарай қай жер шешілетіндерін көрсететін боламын. Так, газының проводтары шатасқаныңыздар. Үшеуі наветте тұрады. Заслонкасын шешіп қойдық түбінен. Арт жағында бір болты болады. Болтын шештік. Ендігісі шетінен басталады міне. Үшеуі наветке. Үшеуі наветке. Ары қарай тағы да қалай шешетін көрсететін боламын. Так, енді коллектордың шестерін шешеміз. Мына жерде біреу бар. Біреу. Екі басында. 14-ші тегмаға тұрады. Так, енді коллекторын алдық. Енді паук шешеміз. Пауктың болттарын көрсетіп кетейін. Мына жерде мінекей шыққанда да бар. Артқылары бұрышта бар. Так, осыны шешіп болғаннан кейін датчиктерден сақ жетеміз. Так, достар, бірінші паук шешкеннен бұрын форсункасын алып түсеміз. Осы жерде тұрады форсунка. 4 болттан қағырып. Мына екеуі, сосын мына жерде екеуі бар. Шешіп, бұлай кесет қоямыз. Енді шығарып болады. Так, анау біреу қапты. Екеу. Екеу. Үшеу. Так, сосын екі патрубканы ажыратамыз. Суткі бұл. Екеуін. Сосын жалпы болған сияқты. Пауқты шығарғаннан кейін ажыған көрсетемін. Так, ұмытып кетіппін мынау массыны. Мына жерде массасы бар. Массын шешеміз. Так, мінекей достар, пауығын алдық. Енді патрубканы аламыз. Біздің датчигіміздің отыр. Біреу мынау, біреу анау отыр. Мынаны шешіп аламыз. Осы мынау шығады. Так, ары қарай көріңіздер. Қазір датчикті шешіп көрсетемін. Так, достар, мына патрубкасын шығардық. Бірақ бізге мынаны түбінен алмасақ болмайды. Бұл жерде мынау болт бар. И потом мына жерде біреуі и артында біреуі тұр, астында. Осыны шешеміз. И мына болт шешеміз. Бұл
подушкамен қатырылған. Подушканы шығарып, мына екі орнын шешеміз. Сосын мына трубкамыз шығатын болады. Бұны алмасақ, мына прокладканы ауыстырамай қаламыз. Және де мына екі бетінде су жүреді, мына тасу. Көрініп тұр. Бұны ауыстырмасақ болмайды. Қайтып жабатын кезінде гермет жағу керек, жақсылап. Жалпы осы. Мынаны шешіп жатқан кезде мына жерде екі штекеріміз бар. Мынауында да тұрады. И мынаусы мына біреуінен тұрады. Осын шығарамыз, и потом мынаны да алып тастайтын боламыз. Сосын мынаны шығарып алып, датчик детонацияны шешеміз. Достар, жалпы жаңағы патрубкамызды алдық. Ендігі жұмысы егеуін шешеміз. Достар, датчигін шешіп алдық. Енді крышканың прокладкасын ауыстырып жібереміз. Қалай шешілетінін көрсетемін. Болттары және де мына жерде проводқа тұратын қатырып қойған пластмастар бар. Осыны аламыз. И сосын 3 бобина қатырып тұрады. Бобинамыз шештік. Бұл мына жерде тұрады біреуі. 10 болттан қатырып тұрады. Біреуі мына жерде. Және үшіншісі мына бұрышта тұрады. Бір болттан қатырып тұрады. Осы бетін крышкасын. И мына бетінде тоже ауыстыратын боламыз крышкасын прокладкасын. Қазір шешілгеннен кейін көрсетіп кетемін. Артында бұрыштағы болты мына бұрышында тұрады. Кішкене қиындау, бірақ болады ауыстыруға. Достар, жалпы датчигін ауыстырып жатқан себебіміз, бұларда көбісінде кездесетін жағдай скорость ауыспай қалады. Осы датчикке байланысты сол диагностика түсіріп тексеріп келген клиент скорость ауыспай қалған, сол себептен ауыстырып жатырмыз. Ашылғаннан кейін крышканың прокладкасы кішкене май жетті, соны ауыстырып жатырмыз. Жалпы видеоның соңынан көріңіздер, енді қалай жиналу керегін көрсетіп кетемін. Енді арасында бір-екі қиындық жерлері бар. Оларды көрсетпеген себебім өте ұзақ болып кетеді видеомыз. Сол үшін тек қана керекті жерлерін көрсетіп жатырмын. Жалпы сол. Енді жиналған жерін көрсетіп кетемін. Крышкасын аштық. Айналасын бәрін тазалап алдық. Екінші крышкасын да аштық. Екінші крышканың артқы болттарын шешу үшін стойканы артынан шештік. И мына стойканы тоже шештік. Мына стойканы. Оны шешпесек, крышкамыз шықпай қалады. Енді жалпы қайтып жабатын боламыз қазір. Крышкамызды тазалап алдық. Мінекей. Мынау алдыңғы крышкасы. Мынау артқы крышкасы. Сальниктерін, прокладкаларын ауыстырып қойдық. Қазір орнына жабамыз. Мынау да тоже
тазалап қойдық. Сальнигін, прокладкасын кигізіп алдық. Енді орнына жабамыз. Сосын крышкеден соң паугын, ауа соратын коллекторын бәрін салғандарын түсіремін. Так, крышкамызды жауып болдық. Мінекей, бобинамды салып отыр. Қазір бір бобинаны саламыз. Арғы крышкасын да жауып қойдық. Мұны ермейді жағып. Ендігі жұмысымыз паукты саламыз. Мен датчикті салып қойдық. Патрубканы жалғаймыз. Патрубканы жалғаймыз, орнына қоямыз. Кемейді жағып, орнына қатырып, кемейді жағып енді ләж болса патрубкаға. Паукты қалай салғанымды көрсетемін қазір сосын. Так, патрубкамызды салдық. Мына салдық. Екі прокладкамыз новыйын салдық. Жаңа бағана айтып кеткендей болттарын қатырдық. Мына штекерлерімізді салдық. Енді мына жаңа подушканы саламыз болды. Так, енді паугымызды орнына саламыз қазір. Паукта. Содан кейін үстіңгі коллекторын салатын боламыз. Так, жаңа паугымызды қатырып алдық. Енді 4 болтпен форсункамызды қатырдық. Форсункамыздың штекерлерін сразу жалғап кетеміз, естен шығармай. Так, форсункамыздың проводтарын тығып қойдық. Мына жердегі массамызды ұмытпаймыз. Енді артындағы судың трубкалерін жалғаймыз. И потом мына жерден бір болттан қатырылып тұрады. Форсунканың рейкінің болты. Сосын ендігі мәселе жаңағы екі шлангымызды жалғаймыз. И сосын бетіндегі коллекторымызды саламыз, пластмасс коллекторымызды. Оны да көрсетіп кетемін қазір, қалай салыну керек. Анау артында стойкасы бар, ана стойкасы бар, және де анау стойкасы бар. Мынау сафунның шлангысы жаңағы коллектормен бірге жүреді. Қазір қойған кезде қалай салынып кету керегін көрсетіп кетем. Болды, сосын құдай қаласа оралдырамыз. Антифризін қойып. Так, міне коллекторын алып келдік. Жаңа сальнигін салдық, міне прокладкасын. Енді айта кететін жағдай. Мына бетке заслонгасы түседі. Мінекей артындағы екі болты, екі кайықсын, біреу мынау, біреу мынау. Коллекторымызды саламыз. Мына тұрған сафунның несі, шлангысы. Мына тұр міне. Мына шлангыны сойерге кигізетін боламыз. Так, коллекторымызды алып келдік. Коллекторды орнына салмай тұрып, осыны кигізіп аламыз.
Оны кигізе алмасаңыздар, астында қалып қояды. Так, коллекторымызды кигіздік. Енді қатырып шығамыз осын қазір. Так, бетінен мынандай қалыңтырын кигіземіз. Енді артындағы шлангысын қалдырып кетпеңіздер. Шлангысы бар. Мына қамытын кигізетін боламыз қазір. Енді жаңағы айтқан стойкіміздің отыр. Осыны артынан қатыратын боламыз қазір. Мына артында. Екіншісі мына стойкі. Осының артындағы жаңағы болдымыз. Енді ары қарай түсінікті болды деп ойлаймын. Камераны ұстап тұратын адам жоқ болғандықтан бір қолмен түсіру қиын. Так, ары қарай жинап болған кезде тағы да түсіретін боламын. Коллекторымызды қатырып болдық. Міне форсункілерімізді жаңағы ненің газың форсункілерін дұрыстап тықтық. Ендігі мәселе шлангының не салынады. Так. Мынау шлангымыздың екінші жағы. Мынау үйге кіреді. Так. Газымыздың екінші шлангысы, жіңішке шлангысы. Мына жерге кіреді. Мына жерге кіреді. Мінекей. Шлангымыз мына жерге кіреді. Так. Шлангымыз тық болдық. Енді қазір заслонканы қатырамыз орнына. Тартып қоямыз. Шлангілеріміз заслонканың айналасына тығылатын болады. Мынау заслонкаға кіреді. Қазір заслонканы саламыз. Так. Заслонканы салдық. Шлангілерін тығылық. Стойка. Так, сонымен сыртқысын саламыз. Болса міне. Так, заслонкамызды салдық. Так, болдық. Мен айттым көмір. Антифризін құйдық. Дұрыс па менде? Оталырамыз. Сенің отырсын яқта дедім. Так, жалып болдық. Сен бірінші берсің дедім. Каналымызға тіркеліңіздер. Келесі видеода кездескенше. Жаңағы